Сәлем көрермендер, бүгін сіздермен шабдалдан компот жасағалы отырмын. Оған 3 келі шабдал алғам. Оның көк болғаны жақсы, қатты пісіп кеткен болса ол жарамайды. Сондықтан екеуін ажыратып алдым. Қаттысын бөлек, жұмсағын бөлек ажыратып алдым. Енді суымызды қайнатып қойыппын. Банкыны буылап алдым. Өстіп шабдалды сыртын аршып алдым. Ішіндегі дәндерін де алып тастадым. Не осылайынша аршыдым. Қатты шабдалды алдым. Өйткені пісіп кетсе болмайды. Енді қайнап тұрған суымызға 1,5 килограмм қант салып, оны да қайнаттым. Суымыз қайнап жатыр. Енді соған аршылған шабдалды 2 бөліп, осылайынша 2-3 минут қайнатып алдым. Қатты қайнатқан жоқпын, жайлап қайнады. Енді осы қайнап 2-3 минут қайнатқан шабдалымды булап қойған банкіме жайғастырып алып жатырмын. Енді осы қайнатып алған суымызды шабдалдың үстіне құямын. Өте дәмді болады. Және қыста осылайынша бүтіндей осылай тұрады. Енді крышкамызды жауып, ыстық күйінде жаудым крышканы. Шабдалым 2 банка болды, қаттысы. Енді осылайынша төңкеріп қойып, үстін жылы етіп жауып қойдым. Түн бойына қалдырдым. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.